Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Dreamlego Soccer'де қалай досыммен ойнауға болатынын көрсететін боламын. Так, арнаға жазылып, видеоға лайк басып, жақсы пікір қалдырып кетеміз. Так, ең алдымен товарищеский матчқа кіріп, локальный матчпен ойнауға болады. Локальный матчпен қалай ойнауға болады? бір Wi-Fi-ға кіріп, екі сотқа бір Wi-Fi-ға кіріп, біреуі создать етіп, біреуі осылай мына жерде проводим поиск деген шығады. Кім создать етеді, соның несіне, сол ашқан несіне кіреді да, екінші адам. И солға ойнауға болады. Ал екінші тәсіл ол осылай. Екі адам код жазады да, и бірінші мына жерде 91-40 деп тұрма. И сол адам тұрады да 91-40 дейді. Ана екінші адам 91-40 деп солай жазып, хорошо деген сөзді басып, птичканы басып ойнай береді. Так. Осы екі тәсілмен ғана достармен ойнауға болады. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетеміз. Басқа видеоларға лайк басуды ұмытпаймыз.